Сәлем достар, мен бүгін сіздермен женп шоколаде дайындайтын боламын. Ең алдымен талғанымызға бөлме температурасында тұрған майымызды салып, жақсылап осылай араластырып аламыз. Және үстінен сгущенканы салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Сгущенканың міндетті түрде Три желанияның 8,5%-ні, яғни жақсы сапалысыны салыңыздар. Енді осылай барлығыны біріктіріп шығатын боламыз. Яғни өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі фигурада жасасаңыздар болады. Міне осылай барлығыны біріктіріп шығамыз. Біріктіріп болған соң міндетті түрде морозильникке 10-15 минуттай қойып қоямыз. Енді шоколадымызды ертіп алатын боламыз. Мен осындай Қазақстан шоколадын қолдандым. Басқа да шоколадтарды қолдансаңыздар болады. Енді шоколадымызды осылай ерітіп алдым. Енді осы шоколадымыздың үстінен женттерімізді батырып алып шығамыз. Жентті, яғни шоколадқа батырған соң, сол шоколадтың ыстық күйінде жаңғақты қойып аламыз. Яғни әдемілеп қатуы үшін жаңғақтың қасына мейіз салсаңыздар да болады. Міне осылай барлығын мен дайындап алдым. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жаңғақ немесе мейіз қойсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ауызашарға, айт мерекесіне, басқа да мерекелерге столдарыңызға әдемі болып ашады. Ас болсын.